халықтың өзіндік салт санасы, елдік рухы алдымен оның тілінде таңбаланады. Тілдің мемлекеттік мәртебесін нығайтудың қазіргі таңдағы басты мүмкіндігі оның танымдық қызметін ашу, сол арқылы ұлттық құндылықтарды көрсету. Есіктің алды ошаған, ұстатпайды қашаған, жат елге кетіп барамын, жібермеші босағам деп қыз сыңсу айтады. Сыңсу ұзатылып бара жатқан қыздың туған туысқандарымен, ауыл аймақ туған жерімен, апа жеңгелері, тіпті қала берді құрбы құрдастарымен қоштасуы. Қазақтың сыңсуын башқұрлар сеңлеу, татарлар шеңіреу, кейде қыз жылату дейді. Сыңсу сөзінің түбірі сық түркі тілдеріне ортақ көне түбір. Көне түркі жазба ескерткіштерінде еғла, сықта сөздері жылау, еңіреу мағыналарына ие болған. Сықта сөзі қазіргі кезде ұйғыр, алтай, телеуіт, сағай, шулым, шор тағы басқа түркі тілдерінде жиі айтылып, мағынасы жылау, еңіреу қалпында сақталған. Сөйтіп сық сөзі сың қалпына жетіп, оған етістік тудыратын с және тұйық етістіктің у жұрнағы қосылып, сыңсу сөзі жасалған.